Қайырлы күн, жас достар. Сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздермен бірге қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Өтегенова Алтынгүл Ғабдрасилқызы. Балалар, бүгінгі сабағымыз қызықты болмақ. Себебі біз өзгелермен сұхбат құру, қарым-қатынас жасау мәдениеті, оның ішінде сәлемдесу, қоштасу этикеттерімен танысатын боламыз. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сұхбаттасу мәдениеті және буын үндестігі. Сабағымыздың оқу мақсаттары: тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру және қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Бүгінгі сабақ барысында сіздер мынадай бағалау критерийлерімен бағаланатын боласыздар. Көтерілген мәселе негізінде сұраққа жауап беріп, өз ойын білдіреді және қазақ тіліндегі үндестік заңын ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазады. Ендеше балалар, сабағымызға түрткі ретінде мына ребусты шешіп көрейік. Назарларыңыз экранда болсын. Балалар, дұрыс айтасыздар. Бұл бас қатырғыштың жауабы мәдениет болмақ. Мәдениет дегеніміз жалпы адамзаттың қол жеткізген жетістіктері болса, сөйлеу мәдениеті бұл сөздерді орын-орнына қолдана білу болмақ. Сөйлеу мәдениеті амандасудан басталады. Амандасу адамның жас ерекшелігіне, ұлттық ерекшеліктерге немесе әлеуметтік статусына байланысты әртүрлі формада қолданылады. Мысалы, үлкендермен түрлі жас ерекшеліктеріне қарамастан сәлеметсіз бе, амансыз ба, қалыңыз қалай деп жөн сұрасуға болады. Ал ер адамдар бір-бірімен амандасқанда ассалаумағалейкум деп амандасса, келесі ер адам уағалейкум ассалам деп жауап қатпақ. Ал жас ерекшеліктері бір-бірімен жобалас ұл мен қыздар бір-біріне сәлем, қалың қалай деп жөн сұраспақ. Сабағымызға көшпестен бұрын бағалау парағымен танысайық. Мұнда сіздер алда берілетін тапсырмалар соңындағы дескрипторлар бойынша өз ұпайларыңызды қойып отырасыздар. Барлығы 10 ұпай. Сәлемдесудің өзі үлкен мәдениеттіліктің белгісі. Үлкендер арасындағы, ер адамдар арасындағы, ұл бала мен қыз бала арасындағы түрлі сәлемдесулерді орынды қолданып білетін болсақ, келесі тыңдалым мәтініне құлақ түрейік. Бір-бірімізді көргенде амандасамыз, амандық саулық сұрасамыз, немесе бір-бірімізді құттықтап жатамыз. Сәлемдесудің тілімізде сан алуан түрлері бар. Тіл жұмсау дағдысында сәлеметсіз бе, аман есенсіз бе, армысыз, сәлем бердік, ассалаумағалейкум, кеш жарық деген сияқты сөздер күн сайын қолданылады. Амандық сұрасу тұрмыста үзбей айтылатын, құлаққа жиі естілетін сөздеріміз. Бірақ бұлардағы мағыналық, стильдік реңк оларды талғап, таңдап, өз орайында, өз орнында қолдануды қажет етеді. Мысалы, сәлеметсіз бе деп амандасу үлкен кішіге, таныс бейтанысқа қолданыла береді. Ал ассалаумағалейкум деп амандасуды ауылдағы кейбір жас үлкен ақсақалдар ұнатып тұрады. Мәтін бойынша бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма: мәтінде автор сұхбаттасу мәдениетіне қатысты қандай мәселелерді көтеріп отыр? Мінекей осы сұраққа жауаптарыңызды, яғни мәтіндегі мәселелер мен оған қатысты өз пікіріңізді қос жазба күнделігіне жазыңыз. Бағананың сол жағына мәтінде көтерілген мәселелерді, бағананың оң жағына оған қатысты өз пікіріңізді толықтырып жазыңыз. Бұл тапсырманың
Бағалау критерийі сұраққа жауап беріп, өз пікірін білдіреді. Дескриптор сұраққа нақты жауап береді. 1 балл. Көтерілген мәселені анықтай алады. 1 балл. Мәселеге қатысты пікір білдіреді. 1 балл. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жұмыстарыңызды ықтимал жауаптармен салыстырыңыздар. Бұл мәтінде көтерілген мәселелер амандасу күнделікті өмірдің бір бөлігі. Яғни бұл мәселеге қатысты біздің пікіріміз, менің ойымша, амандасу арқылы адамның ішкі мәдениеті көрініп тұрады. Екінші мәселе, сәлемдесу түрлерін өз орнымен қолдану маңызды. Бұл мәселеге қатысты пікіріміз, менің ойымша, сөз қолданыстарының көптігіне қарамастан, оны орнымен қолдану өзгелермен тез сұхбат құруға жетелейді. Өз жауаптарыңызды ықтимал жауаптармен салыстырып, ұпайларыңызды бағалау бетшесіне қойыңыздар. Біздің грамматикалық тақырыбымыз үндестік заңы, буын үндестігі болмақ. Балалар, үндестік заңы дегеніміз қазақ тілінің фонетика саласының қарастыратын тақырыпшасы. Үндестік заңы сөз ішіндегі дыбыстардың біркелкі әуезбен айтылуы. Қазақ тілінде үндестік заңының 2 түрі бар: буын үндестігі және дыбыс үндестігі. Буын үндестігі сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке жалғануы. Яғни, сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшада жуан болып жалғанады. Мысалы, қаз-дар. Келесі, егер сөздің соңғы буыны жіңішке болатын болса, онда оған жалғанатын қосымша да жіңішке болып жалғанады. Мысалы, үйлер. Үйлар демейміз, үйлер. Мынадай жағдайларда буын үндестігі сақталмауы мүмкін. Өздеріңіз білетіндей, күрделі сөздердің мынадай түрлерінде: қос сөздерде аман-есен, асығыс-үсігіс, яғни қос сөздің бірінші бөлігінде жуан болса, екінші бөлігі жіңішке болып тұр. Біріккен сөздерде шекара, баспа сөз. Тіркескен сөздерде ала-бер, 11, яғни күрделі сөздердің алғашқы бөлігі жуан болып, келесі бөлігі жіңішке болып тұр. Келесі, кірме сөздерде буын үндестігі сақталмауы мүмкін. Мысалы, араб тілінен енген сөздерде кітап, мұғалім, құдірет. Немесе орыс тілінен енген сөздерде кино, театр, алгебра. Келесі бір есте сақтайтын мәлімет, буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар болады. Мысалы, көмектес септіктің мен, бен, пен жалғаулары сөздің соңы жуан болса да, жіңішке болса да, дәл осы күйінде жұмсалады. Мысалы, қалам деген адамның есімі жуан дауысты сөз болса, оған жалғанған мен жалғауы жіңішке болып жалғанып тұр. Қалам мен, әсет пен. Келесі қосымшаның түрі меншік ұғымды білдіретін нікі, дікі, тікі қосымшалары. Асандікі, асан жуан буынды сөз, дікі жіңішке қосымша, жіңішке буынды қосымша. Асандікі, мараттікі. Келесі буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалардың қатарына паз, қор, қой, ғой, кер, гер, кеш, хана, ист, изм, бан, жан, тал деген сияқты жұрнақтарды жатқызамыз. Мысалы, әсем паз, әзіл қой, еңбекқор, жұмыскер, арба кеш, дәріхана,
мейірбан, сезімтал. Бүгінгі грамматикалық тақырып түсінікті болса, екінші тапсырманы орындауға кірісейік. Екінші тапсырма кім жылдам ойыны. Яғни ойынның шарты бойынша сіздерге мәтін берілген. Осы мәтіндегі көп нүктенің орнына, яғни көп нүктесі бар сөздерге буын үндестігіне сай қосымшаны жалғап, орфографиялық нормаға сай жазуларыңыз керек. Және осы мәтіннің ішінен буын үндестігіне бағынбай тұрған сөзді анықтауларыңыз керек. Бұл тапсырманың бағалау критерийі қазақ тіліндегі үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай жазады. Дескриптор көп нүкте орнына тиісті қосымшаларды қояды. 2 балл. Сөйлемдерді орфографиялық нормаға сай көшіріп жазады. 1 балл. Буын үндестігіне бағынбайтын сөзді анықтайды. 1 балл. Орындап болсақ, өз орындаған жұмысымызды дұрыс жауаппен салыстырайық. Сөздерге назар аударыңыздар. Сөздің, қоштасуға, сөздер, адамға, амандықпен, жолаушыға болып қосымшалар осылайша дұрыс жалғанады екен. Ал буын үндестігіне бағынбай тұрған сөз амандықпен, көмектес септігінің пен жалғауы жалғану арқылы бұл сөз буын үндестігіне бағынбай тұр. Ендеше балалар, өз жауаптарыңызды дұрыс жауаппен салыстырып болғаннан кейін бағалау парағына өз ұпайларыңызды қойып отырыңыздар. Бізде келесі тапсырма ашық микрофон әдісі арқылы бүгінгі тақырып мазмұнына қатысты тірек сөздердегі буын үндестігінің қаншалықты сақталып тұрғандығын анықтауларыңыз керек. Бұл тапсырма ауызша түрде орындалады. Сіздерге берілген сөздер сәлемдесу, құрметпен, этикет, амандықпен, сұхбаттасу, қарым-қатынас және үлкендер. 7 сөз беріліп тұр. Бұл тапсырманың дескрипторы 7 сөзді дұрыс айтады. 3 балл. 5-6 сөзді дұрыс айтады. 2 балл. 3-4 сөзді дұрыс айтады. 1 балл. Яғни аталмыш сөздердің қаншалықты буын үндестігіне бағынып тұр ма, жоқ па деген мәселені сіздер қозғауларыңыз қажет. Тапсырманы орындап болған болсақ, өз жұмысымызды дұрыс жауаптармен салыстырайық. Егер алдарыңызда берілген сөздер буын үндестігіне бағынып тұрған сөз болса, жасыл белгі, буын үндестігіне бағынбай тұрған сөз болса, қызыл белгі көрінетін болады. Сәлемдесу, құрметпен, этикет, амандықпен, сұхбаттасу, қарым-қатынас, үлкендер. Ендеше, өз жұмысымызды дұрыс жауаптармен салыстырып болған болсақ, бағалау парағына тиісті ұпайымызды қояйық. Бүгінгі сабақтан алған ақпараттарымыз сөйлеу мәдениеті, сөйлеу этикетіне, тіл жұмсау дағдыларына, оған қоса буын үндестігіне бағынбайтын жағдайларға байланысты алған ақпараттарымызды мына 3 жікке бөлеміз. Яғни бүгінгі сабағымызға рефлексия жасайық. Қосу белгісіне мен үшін жаңа ақпараттар, алу белгісіне жағымсыз әсер еткен тұстар және Қ белгісіне мен үшін қызықты ақпараттар. Яғни бүгінгі сабақтан алған ақпараттарыңызды осы 3 бөлімге бөліп жазыңыздар. Сәлем сөздің атасы. Адам сөйлескенше, жылқы кісінескенше деген дана халқымыздың өмірінде өзгелермен қарым-қатынас құрудың, сөйлесу мәдениетін білудің маңызы ерекше болған. Ендеше бүгінгі сабақта алған білімдерімізді орынды қолданамыз деген ойдамын.
Алдағы күндеріңізге сәттілік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.